Ana çıkarmacılık işine geldiğinde yanında rahmet çıraklarını Allah'dan kaçın kıymetlerine şimdi kanattan yalan olan ömür bir akşamında verecek olan elinde yukarıda bir namı okaladım mı? Rüyakları karab durganca çıkarmağa жетеміз мұнда ең сау болсын жасың сақ болсын өмірдің биік шыңына көтеріп шығуын алла тағала нәсіп етсін шаттық тілеймін мен барлық тыңдағы отбасыларға амандық дендерге саулық берсін өзі көп сөзге жолға бермедім шығармашылық алаң емесін жігіт шаруасын өз сөзі бақыт берген адамға иә мынау Құдайға туыс туғандар берген баршаларыңызға рахмет бергендеріңізге Алланың нұры жаусын, адамдарыңа үлгі түсін, айдан аман жылдар есін. Алланың берген қызық қуанышын көріп бұл да бізге бір қуаныш. Алла тағала шаңыраққа береке берсін тұлағын берсін. Еңбек жолымен зейнетке шыққан күміс тәтем, әкемнің қарындасы күміс тәтем де осы зейнет көрсетті. Мына балаларға мыңда бір рахмет. Ой айналайын сол. Төрден көрді берді жоғары көріңіз. Бүгінгі ән деген кез келген бір әншінің айтқандан кем болған жоқ. Жоғарыдан ғана көрейік. Ал мектеп үшін мына мыңда бір рахмет. Енді мына соңынан ерген бауырыма тек қана жоғарыдан көріне беріп, еңбегін жана берсін дейді. Енді осы жерде айта кеткім келіп отырғаны, ақын жаңа Серік Тұрғынбекұлы ағамыздың міне нағашы жиен болып жүрген ағаға құрметті жиналған қауым, ағайын туыстар, өнерпаз іні қарындастарымыз, бүгін Серікті әкімнің Қанаттың мынау кездесу жақсы шығармашылық кешіне қазақтың керемет ақыны Серік Тұрғынбеков деген кісі келе алмай қалды. Денсаулығына байланысты бүгін ол кісі Оқжетпесте демалып жатыр. Бірақ атақты Әсет Бейтөловтың әніне сөз жазған қазаққа белгілі ақын Серік деген кісі Қанатты жүрегінде сақтайтын. Алдында алақанына салып аялайтын. Маған айтты, сіз енді барып, сол кісі менің атымнан құттықтаңыз. Торғай деген елдің азаматы бүкіл қазақ халқына атын шығарып жүрген қарапайым ғана елден келіп, қарапайым ғана елден келіп бүкіл өлеңдердің бәрі, әндердің бәрі елді сүюге, жерді сүюге, адамды сүюге деген сондай махаббатпен жаралған әндері соған сөз жазудың өзі қиын еді деп ол соған тербеліп айтты. Өз денсаулығы болғанда осы төрде отыратын еді. Мен сол кісі арқылы Қанатпен таныстық, былай араласып тұрамын. Негізі сіздер араларыңызда жүргенін білмей шығарсыздар. Сізді негізі ұрпақ тәрбиелеу, баланың санасына құю, үлкендерге емес кішілерге жаңа ғана қадам басқан баланың санасына әннің екенін, сөздің екенін, сезімнің екенін жеткізіп отырған осы Қанат інімізді ойлап есептеймін. Міне секен келмегеннен кейін маған әдейі тапсырып жатыр, мен өзімді айтайын, мен ешкім танып біле бермейді. Жарасқан ағам айтқан секілді, орден жоқ, мен жоқ, менде медаль жоқ, менде деп. Мен бірақ шығармашыл адамын. Менің шығармашылығым бірінші Қазақстанда емес, Кореяда, Жапонияда шығармашылығым шығып, бірнеше мақалаларым шығып, бірнеше әңгімелерім шығып, әлем халықтары жазушылар одағының мүшесі. Қостанайдан шыққан, Торғайдан шыққан, Қазақстаннан жарқын жазушы Қазақстаннан шыққан мен. Бүкіл Қазақстанның қазіргі әдеби газеттерінің бетінде жүрмін. Негізгі мамандығым журналист болғанменен саясаттан айналысып кетіп, кейін оралып жатырмын. Енді осындай бауырлары болған өнерге жүзе берсін, мынандай жақсы кештер өте берсін, ауырмасын, сырқамасын, бала шағасын қызын көрсін. Енді осы жерде айта кеткен отырғаным менің жаңа ұстазға құрмет деген әнім орындалып жатыр. Бұл ұстазға құрмет деген әнімнің шығу себебін айта кеткенімді жөн санап отырмын. Бұл жерде ұстазға құрмет деген ең алғашқы ұстазым Спандияр Жұмағали ағай болатын.
сол кісі ең алғаш қолыма қалам ұстатып әріп танытқан ұстазым. Одан кейін ұстаздық жаңағы әрі қарай сынып жетекшім болған Есілбаева Өмесек Нұғманқызы, Өкен апайым, міне осы кісілердің рухына арналған әнім болатын ұстазға құрмет деген. Одан кейін мен лағатты ұстаздар, міне ортада міне Шәкіртай ағайым тұр, Жібек апайым тұр, баршаға ұстаз атты ұлы есімді ұлықтап жүрген лағатты ұстаздарыма арналған әнім болатын. Сіздердің құрметтеріңізге жазылған әнім болатын, орындалған соны айта кеткен жөн танып отырмын. Енді Шәкіртай ағайым өзіңізге құрмет тілеймін. Соңғы қанаттың шығармашылық кеші өте жақсы өтті. Мектеп ұжымына қатысқан балаларға шабыт тілеймін. Әрине қанатты осындай тәрбиелеп өсірген ата-анасына, одан кейін мынау қазір ұжым осыншама қостап бірлігін көрсетіп жатқанына, тамаша әндер орындалып, тамаша жақсы сөздер айтылып жатыр. Соған тілектеспін. Мынау қазақта айтады ғой, отызында орда бұзасың, қырқында қамал аласың. Енді ала қырғызын еңбегінде осындай үлкен қамалдан жақсы өнерге ұстаз болып мен сияқты атақ дәрежем өсе берсін. Бар берем, бақытты болсын. Ең бірінші қолыма домбыра соққан Шәкіртай ағайым болатын. Жұбановтың биік тасанып келген биік үйін. Енді осы жерде қажылыққа барып келген көкем тұр, әкемнің інілері. Құрметті қауым мінекей, мына мектеп ұжымының басшылары, біздің қанатты қолдап көптен осы мектептерге еңбек атқарып, сіздерге көп рахмет, әлі биікке көріне берсін, жастар тәрбиелей берсіңдер, денсаулықтарыңыз мықты болсын, мектеп ұжымы биікке көріне берсін. Енді осы 90 сөзді тобықтай кетіп жатыр, осындай тамаша жаңа шығармашылық кеш деп жатыр. Соған барлықтарыңыз да келіп атсалысып жатсыздар. Барлықтарыңызға басым дейіп алғысымды айтамын. Қаншама мектептерге келіп жаңағы үлесін қосып жатыр. Жалғыз ағаш орман емес, жалғыз адам қорған емес дегендей, бір адам болып жалғыздың үні шықпа, жаяудың шаңы шықпа деп мен біреудің ештеңе істей алмас едім. Барлығына әріптестеріме, жан-жақта бином мектебі, 53-ші мектеп, 62-ші мектеп, 64-ші мектеп, қай мектепте де жаңағы үлес қосқан. Барлықтарыңызға да алғысымды айтамын. Міне бүгінгі ортамызға Гүлшат Жолбайқызы келіп отыр. Осындай басшыларына бізде ырзамыз, жұмыла көтерген жүзеңдеп, ұрпақ тәрбие жолында талмай қызмет атқара берейік. Басша осындай қанат ағайымыздың жадырап жүруіне басшылықты да көп үлесі бар деген Сәуле Мұратына, міне Сәуле Мұратына бізге қолдау беріп, демеу беріп отыр. Сондықтан осындай ұжым бар. Мен әрдайым келе жатқанда айтамын, мен келе жатқан кезде әуен төгіліп, өлең өріліп, шабытпен жұмысқа келіп, сондықтан осының бәрі де міне. Көп рахмет ағайын жолдебесіңізге. Құрметті көрермен, ән сүйер қауым, осымен балалар жылына арналған композитор Идрисов Қанат Валиұлының болашаққа бастаған Астана атты шығармашылық кеші өз мәресіне жетті. Зейін қойып, уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге көп рахмет. Бәріңізге рахмет. Білім беру жаңғырту орталығының атынан жаңа алғыс хатымызды бердік. Шығармашылық шаттық тілейміз. 70-ші мектеп директорына рахмет айтамыз сізге. Үлкен рахмет осылай. Бәрін ұйымдастырып салды, сахнаны төрін беріп қойып, ағайынымен, нағашыларымен, достарымен, әріптестермен бірге сахнаны төрін беріп қойғаныңызға үлкен алғыс білдіреміз. Қанат республикаға айлы балалар композиторы, балаларға ән шығару ол үлкендерге ән шығарудан гөрі ол қиындырақ. Себебі баланың деңгейіне түсу ол кез келген композитордың қолынан